3-ші шартта орындалып, 4-ші шарт болса махыр некенің сыйлығы, оны әсел мерейден сұрайды. Не қаласаңыз атаңыз өзіңізге керекті құнды бір нәрсені, бірақ мерейдің қол жетімді нәрсесі болсын иншалла. 1000 грамм алтын. 1000 грамм алтын. Алып бере аласыз ба? Ол нәрсе Алып бере алайын. енді алып бере алмайса, екеуіңізде ол үшін қиямет күні тартыласыз сұраққа. Сол үшін алып бере алатын нәрсесі болу керек. Сол күшті дұрыс. Алып бере алайын, алып бере алайын. Жұмыстан алып бере алайын бұйырса. Алып береміз. Алып бересіз ба? Иншалла. Онда қарыз мойныңызға жүктеп алдыңыз ба? Немесе жеңілдетесіз ба? 500 мың түсір. Жоқ, енді шынымен де оңай нәрсе. Оңай емес, енді 1 грамм алтынның өзі қазір 45 миллион бар ма? Онда алып берем ғой. иншалла. Мен 1000 граммды өз миллиардына есептеп отырмын. Иншалла. Болды онда. Көңілі көрсіздер ғой иншалла аталған махырге. Онда иншалла 5-ші шарты неке құтпасын оқып бата қылайық.